Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? 6-шы сабақтың тақырыбы «Суда жүзіп үйренемін». Сабақтың мақсаты баяу және анық айтылған, жиі қолданылатын сөздерден құралған қарапайым фразалардың мағынасын түсіну. Жаңа сөздерді сөздікке жазып алыңдар. Жүзу, плавать, үйрену, учиться, научиться. Тыңдалым, оқылым. Мен бассейнге барамын. Бассейннің суы жылы, таза. Балалар суда жақсы жүзеді. Мен жүзіп үйренемін. Апай маған суда жүзуді үйретеді. Тыңдалым, оқылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Мәтінді мұқият тыңдайды, 1 балл. Мәтінді оқи алады, 2 балл. Мәтінді оқу барысында орфоэпиялық нормаларды сақтайды, 2 балл. Жазылым тапсырмасы, 2-ші тапсырма, 19-шы бет. Берілген сөйлемдерге иә, не жоқ деп жауап жазыңдар. 1-ші, сен бассейнге барасың ба? Мына жерге жауап жазамыз. Иә немесе жоқ. Сен суда жүзесің бе? Иә немесе жоқ. Бассейннің суы жылы ма? Бассейннің суы таза ма? Иә немесе жоқ деп жауап жазамыз. Жазылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Берілген сөйлемдерге иә немесе жоқ деп жазады, 3 балл. Орфографиялық нормаларды сақтап жазады, 1 балл. Сөйлемдерді қатесіз жазады, 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.